Biz osının ardında zaten geceli dünya tarihine bağlantısı fakat oyunlarımızdan birimiz. Осы уақыт аралығында біз неше өзгелерді жинақтадық. Атап айтқанда, ең бірінші біз осы кітап бойынша бірінші сабақтың жоспарын құрдық. Енді Google платформасында арнайы берілген тапсырмалар бойынша ең бірінші бізге керегі алдымен біз қартамен жұмыс жасаймыз. OS жайымыз. Енді слайд ретінде көрсеттік. Біз енді оны OS жүйесін келтіресек, енді осы Американың спутник арқылы байқаймыз. Бізге алғашқы адамдардың жалпы пайда болуы Африканың оңтүстік бөлігі болсын. Бұл бізге бұл Танзанияда қазір қытайлар болса, Танзания сені келеді. Осы аралықта біз шағырды оңтүстігіне әуел басты қатарына қосылымыз. Екінші, біз арнайы түрді параметрлер бұл карта арқылы бізге көптеген сәлем мүмкіндіктер бізге төлеуді тигізеді. Сонда бұның бірнеше варианттары бар. Бізге бұл бір варианттарды жалпы бізге информация және бізге ең керегі Burada biz özgürlüğümüzün çatısı alındı. Sarafa gerekli olsa güzel bir fabrikayı sürekli kadar izleyip özellikle şimdi zaten bu sırada bizim Google ortamında bunun belirli prosesini arnavı özellikle aktarıldı. Birinci sabahta bir neçe biz tarafa koyulduk. Osıған байланысты 5-6 кітаптарды қарап шықтық. Оның бірінші тақырыбы жер бетінен алғашқыда тарихи мәселелер. Оның өзінің негізгі мақсаты құрылды, яғни бірінші балаларды білетін жер планетасы, оның ішінде жердің сағасы, екінші жүзек адамдардың болмасы, алғашқы адам тектес бетінен сосын одан әр заман мысалы геоландардың миллион жылдар мысалы космиктермен тектес кішкенелері аппаративтер және түрлері. Оны енді біз неге алып отырмыз? Көпшілік ойлайды бұл оқушыларға ешқандай жоқ. Біріншіден бұл балаларға қызықты. Екіншіден бұл туралы көптеген информация.
Енді бірінші тақырыптың алғашқы бөлігінде аппарат туралы айтылады. Бұған міне арнайы аппарат яғни 16 миллион шығарса графиктер бұлар шамамен біз содан кейін жәнеде қайнаса жарасын төрттік дәуір дейді. Бұдан және біз адамның жанынан жаратылған Дарвин теориясын негізделген затты бірақ бәріне дейін до историяны бәріне дейін қандай тақырып осы бізге ой салу керек. Ал енді осы айтылған сабақты біз қорқып біз оны өзіміздің платформаның ішінде өзіміздің тест жасауымыз керек. Тестті және бағалау арқылы тест құрастырылды. Енді балалар енді оңалып тұрады. Енді бір жүйесін айтып өтейік. Мысалы тест құрастыру осы платформаның ішінде бұған көздер арқылы қайшына жазылып және оған біз арнайы өзгерістер енгіземіз. Айталық бұл жерде біз тапсырманы шығарамыз. Тапсырмаға біз өзгерістер енгіземіз. Бұл жерде біз балды өзгерте аламыз және оған өзгерістер оны үлкен тарап қалады. Бұл енді ары қарай шамамен бала тарап өтетер және адам пайда болған өзі және адам пайда болған ең соңында біз оны осы материал ретінде қорытындылай кетеміз. Бұл туралы және біз айтып өттік. Енді балалар бұдан біздің аталық Википедияға яғни олар негізі осы жердегі көрсетілімдер арқылы өздерінің жұмыстарын оқытады. Ал енді осыған практикалық жұмыс ретінде біз үш сөздер ғана көреміз. Аталған ішінде Африка, жер, адам тектес қайнасы, балықтар, графиктерге болсақ, ертең осыларды әрқайсысына бөлек тағы да өзге гиперсилкалармен жұмыс қылады. Мінекей гиперсилка жұмыс жастарды бала үшін және енді оны ары қарай бала өзгеріп жалғастырады. Аталған ішінде ормандар бөлек, орман туралы гиперсилка тәуелділеді. Бұл жерде ой элементтер яғни табиғат, жануар, жын саны деп алатын болсақ, мұны аталған өзіміздің табиғаттан тақырыптан біз негізгі сөздердің орындарын қоя аламыз. Сонымен қатар жаңағы айтып өткендей жаңағы бұл бағдарламасы мап арқылы біз тағы екінші осы негіз қарғамыз арқылы жұмыс істей отырып жаңағы лауат мап арқылы қолданып отырып және мәселе психолог арқылы сіздерге айтарым көп рахмет.